бірінші күні біздің арнайы әскери шақырылып жатқан әскери міндеттілер таңертең барып 3-ші поликлиника емханасына барып анализдарын барын тапсырып, осында келіп, әрмен қарай дәрігерлік комиссия өтіп жатыр. Ол кісілер біздің қала өңірі бойынша блокпосттар қойылған. Сол блокпосттарда қызмет атқарады, күзетшілік болады, халыққа қызмет атқарады. Сосын енді карантин шыққан үйлердің, мысалы, індет білінген үйлерге соған күзетке қойылатын азаматтар. По указу президента добровольно пришел сюда в военкомат, сдал все свои анализы. Надеюсь, я буду годен к службе. Каждый военнослужащий, военнообязан должен всегда за свою родину, за свою страну всегда быть ответственным. Өз еркіммен келдім, шақырғаннан кейін, әскери міндетті болғаннан кейін әр ер азаматтың борышы деп ойлаймын, отан алдында.